барымы ардақтыда салмақты, кітап оқуға асығатың, немесе кітап оқығанды жақсы көретін, не оқығаннан гөрі тыңдағанды жақсы көретін жас достар, сіздермен бірге номер 16 Далабай Жасықбаев атындағы мектептің жас оқырмандары мен мектеп кітапханасы және кітап әлем жаңа жобасы. Бұл жобада біз сіздерге авторды атауы да аңызға айналған тамаша кітапты таныстыратын боламыз. Ендеше ел есінде тарихы жаңғыра беретін мейрам 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Өткен тарихты ешкім өшіре алмайды. Баршамыздың ата-әжелеріміз сонау 1941-45 жылдары қан төккен, ауыр күндерді бастан өткерген, қасірет қайғы шеккен, жеңіс күндерді аңсай күткен. Осы екінші дүниежүзілік соғыс деген кезде ең алдымен еліміздің даңқты батыры Бауыржан Момышұлын айналып өте алмайтындығымыз белгілі. Ең алдымен даңқты батырымыздың атын шартарапқа жайған Александр Бектің «Волоколам тас жол» атты кітабы болса, екінші қалың қазаққа танымал «Махаббат қызық мол жылдар» атты кітабы болатын. Бұл кітаптың авторы майдангер жазушы, қабырғалы қаламгер Әзілхан Нұршайықов. Автор туралы шағын мәлімет айта кетсем, Әзілхан Нұршайықов 1922 жылы 15 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданына қарасты Кейін Сүйегі деген жерде дүниеге келген. Алматы қаласындағы Тау-Кен институтында, Семейдегі Қазақ педагогикалық училищесінде, одан кейін Алматыда Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде оқыған. 1991 жылы небәрі 19 жасында Қызыл армия қатарына шақырылып, соғыста 100-ші атқыштар бригадасының зеңбірекшілер командирі болып, әскери міндетін өтейді. Ұлы Отан соғысын жеңіспен аяқтап, елге аман оралған майдангер Алматыдағы үзіліп қалған оқуын жалғастырады. 14 жасынан шығармашылыққа құштар болған жазушы ендігі бар уақытында қаламгерлік жолды өмірлік арман мақсаты етіп таңдайды. Сіздер жақсы білетіндей, Бауыржан Момышұлы тек қана даңқты батыр ғана емес, сонымен қатар қаламы қарымды жазушы, қаламгер. Шұқания қанмен жазылған кітап, Мәскеу үшін шайқас, офицердің күнделігі, бір түннің тарихы, артымызда Москва сынды көптеген шығармалардың авторы. Ал Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» атты танымал шығармасы осы Бауыржан Момышұлының өміріндегі ақиқат һәм аңызға айналып кеткен қылықтары, оның ерліктерін жақсы суреттейді. Романның ең бір ерекшелігі роман диалог ретінде жазылған. О бастан Әзілхан Нұршайықов пен Бауыржан Момышұлы арасындағы сұрақ-жауап ретінде бұл кісінің не бір жұмбақты, не бір ерліктерінің қыр-сырын ашқан болатын. Бауыржан Момышұлы соғыста 5 рет жараланып, 2 рет өлімші болып жараланып, сонда да үлкен соғыстарда, үлкен шетте майданның алдын бермей полковник болып, бүкіл жауынгерді басқарған. Дәл сол қан майданның қақ жүрегінде айқасып өткен батырымыз. Ендеше сіздерге осындай даңқты батырымыздың ерлігін, тарихын және де рухын білгіңіз келсе, сіздерге ұсынатын кітабымыз Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» кітабы. Қане достар, кітапты оқиық, білім көкжиегімізді кеңейтейік. Бүгіннен бастап сіздер біздің кітап әлем жаңа жобамыздың басты оқырманы болады деп сенеміз. Айта кететін жаңалық, кітап әлем жобасының соңғы түсірілімде бізді үзбей тыңдап, кітап мазмұнын жақсы есте сақтаған оқырманды анықтайтын боламыз. Сіздермен болған біз Тимурлы Арлан, Мырзабай Бекзат, Ислам Жандарбек. Қайта жүздескенше аман сау тұрайық. Адалдығын, адамдығын бәрімізге үлгілі еткен қуануда ағам бүгін көңілінде нұрлы көктем арналады саған жырым, арналады шын жүректен менің алтын ағатайым ай. Отбасың мен ағайынға арқа сүйер тірегісің, гіл мықтылар маңайында бірге болған тілегі шын. Мен де өзіңді жақсы көрем, сон ағатай білемесің менің алтын ағатайым ай. Тәңірден соң бір өзіңе туыстарың сенеді аға, дос жараның бәр өзіңді бір туғандай көреді аға. Мен өзіңе ақ ниетпен ән арнағым келеді аға. Мен өзіңді сондай қатты құрметтеймін себебі аға.